Сәлем достар, сәлем қымбатты мен көрермендерім. Жоқ, мен ақштағы долина смертида емеспін. Бұл кәдімгі Қазақстанның, яғни Қызылорда қаласынан 35 километр қашықтықта орналасқан бұрынғы көлдің орны. Керемет, достар. Ал ендеше бүгінгі влогымызды бастаймыз. В общем, бұлай Қызылорда Жезқазған деген трасса бар. Сол трассаға түсесіздер дағы 35 километр жүресіздер. Алдарыңызда табло шығады, қазір көрсетем. Негізі жолдың жиегінде бұл шөл дала көрінбейді. Кішкене жаңа айтып кеткендей көрсетіп кеткен таблоның тұсынан оңға қарай қара жолмен бұрыласыздар. Бұрылып шамалы жүргеннен кейін мына әдемі көрініске ие боласыздар. Біз мысалы Қызылордадан бұл жерге бар болғаны 25 минутта келдік. Ең бірінші сіздер Қызылорда Жезқазған трассасына түсіп аласыз да, мына көрсетілген таблоға дейін жүресіздер. Достар, мен артымдан біз яғни жолдың жиегінен түстік. 1 километрді құрайтын көлдің орны. Біз ойладық, мына бір аралдан кейін ар жағында ештеңе жоқ шығар деп. Сөйтсем, мына аралдан өтсек, бұрынғы арал ғой енді. Бұл жақта да көлдің орны. Мынау таусылмайды, шексіз достар. Шынымен келіп көріңіздер, өкінбейсіздер. Камерамен көрген бөлек, сөзбен жеткізу мына жердің әдемілігін мүмкін емес. Шынымен, ақштағы долина смерти отдыхает. Көріп тұрғандай, бұл жердің әдемілігіне сөз жоқ. Осыдан 100 жыл бұрын, 70 жыл бұрын бұл жер көл болғаны сөзсіз. Және де үлкен көл болған, шеті көрінбейтін. Кейін экологияның әсерінен өкінішке орай су тартылып қалған. Бір қызығы, қанша неше жыл өтсе де, мына көлдің орнынан ешқандай өсімдік өспегені таңғалдырады адамды, шыны керек. Сіз Қызылордада тал жоқ деп бәзілдейсіз, алайда оның себебі неде екенін ойламайсыз. Аталарымыз айтатын, олардың әкелері жас кезде бұл жерде жолбарыстар мекен еткен. Кейін темір жол, сондай-ақ ракета ұшқалы табиғат құрыды деп. Мейлі Қызылорда, мейлі Шымкент, барлығы қазақтың жері. Сондықтан әзілдеудің орнына оның қасіретін ойлаған абзал деп түсінемін. Мына жерде неше түрлі іздер жатыр. Демек, бұл іздер, яғни осы жерге жаңбыр жауған кезде құм, топырақ кішкене жібіген, содан қалып қойған іздер, яғни сиырлардың, түйелердің іздері. National Geographic деген канал бар ғой бұлай. Нәжістен білет қандай малдың түрі екені. Бұл жердің негізі, құрметті көрермендер, жалпы қазақстандықтар, оның үстіне кейбір қызылордалықтар да білмеуі мүмкін осы жерді. Келісесіздер ме? Енді білетін боласыздар. YouTube'та Марс планетасының видеоларын көрген боларсыздар. Мен Марста жүргендей болдым. Достар, өздеріңіз білетіндей, мен араб әмірліктерінде болдым. Қарап отырсам, арабтар қарапайым өздерінің шөл далаларын коммерцияға айналдырып жүрген. Яғни қаншама миллиондаған туристер сол шөл даланы, сафариді көруге барады, соған суретке түседі. Бізде де негізі Қызылордада, мынау Ақтау өңірлерінде мұндай шөл далалар жеткілікті. Мына шөл даланың өзі қалай әдемі. Осында мысалы коммерцияға айналдырып жіберуге болады ғой. Әдемі ғой. Адам тамсанатындай жер. Бірақ біздікілер өкінішке орай олай жұмыс жасамайды. Амал жоқ, біз сияқты блогерлерге түсіруге тура келеді. Дубайдың жерінің бізден еш айырмашылығы жоқ. Бірақ бізге қарағанда олар ақша жасауды біледі. Достар, естеріңізде болса, мен бірінші видеода айтып кеткен болатынмын. Егер де маған хабарласып, Адикус мына жерді көрсетемін десеңіздер, мен қарсы болмаймын деп. Сонымен, мінекей, Тұрар деген бауырым, Қызылорданың қарапайым жігіті, осы жерге мені бүгін әкеліп көрсетіп жатыр. Алла разы болсын бауырым. Үлкен рахмет. Тұрар деген жігіт. Бұл жаққа келіп фотоға түсіп Инстаграмға салсаңыз, достарыңыздың таңғалатыны сөзсіз. Енді достар, сіздерге бір өтініш және де ұсыныс. Осы видеоны көріп отырсын, арнаға тіркел. Бірінші видеода айтып кеткендей 1 секунд уақыт алады. Аудитория көбейген сайын мен осындай видео түсіруге шабытым одан бетер ашыла береді, достар. Сондықтан жазылыңыздар. Тіркеуші көбейген сайын біздің видеоның да сапасы және де видеолардың санында ұлғая береді. Мен қаншама адамнан бұл жердің атауын сұрадым. Ешкім білмеді. Сондықтан атауы Адикус шөлі болсын десең,